Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Конституцияның 20 бабы сөз еркіндігін қолдана отырып, сіздермен өз ойымды еркін бөліспекшімін. Мен мына қазақтың намысты, патриотты азаматтарына, азаматшаларына оян қазақ, оян деймін, оятуға тырысам. Масқара ғой, қазақ бола жығылсаң, дақ келтірме қазақ деген есімге. Менің айтқан сөздерімді ұғынсаң, қайда қалдың қара Қытай қаптағанда жұмылсаң. Орныңнан тұр, айтқан сөзді сәлде болса ұғынсаң. Елдігің мен ерлігіңе сын болар, қазақ бола тізе бүге жығылсаң. Халқым мынау көзің көрмей барады, шенеуліктер Бұхараны тонады. Егеменді болған қазақ елімді коррупция деген әдет басып барады. Я халқым, бұндағы менің өз ойы айтатын өз ойым. Әр сөзде мағына жатыр. Қараңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Ұйықтамаңыздар. Мен сіздерді ауызбіршілікке шақырам. Біз жүзге бөлінбейік, біз қазақпыз, біз азақпыз. Я халқым, бұл диктаторлық режимді, қалмақ режимін құртпай бізде болашақ болмайды. Сондықтан халқым, оянайық, көзімізді ашайық, көшеге шығып, алаңға шығып, көше партиясына қосылып, сақ қана жеңеміз біз. Шығуымыз керек, 100 мыңдап, миллиондап, жалғыз Алматыдан емес, Астанадан емес, жан-жақтан, Қазақстанның қай қалаларынан, түгел қалаларынан шығыңыздар. Ояныңыздар, көздеріңізді ашыңыздар. Мен халқыммен біргемін.